Қоқыстан табылған қазан. Өріс Яшкер қызы. Ыдыс-аяқ жинастырып жүрген Балнұр шкафтың ішінде орын алып тұрған қара қазанды қайда қоярын білмеді. Осы қазанды күйеуі екеуі Астанаға бөлек үй болып шыққанда енесі берген. Ішіне 5 литр су емін-еркін сияды. Бұған ет, бауырсақ пісіретін, картоп бұқтыратын. Кейін ас үй мебелін, оған қоса ас үй сервистерін алғаннан кейін әдемі ыдыстардың арасында бұл қазанға тұратын орын жетпеді. Бірде былай ығыстырады, бірде олай ығыстырады. Ретін таппайды. Осы қазанға тамақ та пісірмейтін болды. Өйткені ол тұрып жатқан әсем үйлерде көгілдір отын тартылмаған. Бәрі тоқ қуаты желісіне қосылған. Ас үйдегі плитка тек тоқпен жұмыс істейді. Плиткаға қазанның доғал табаны да сәйкес келе бермейді. Бейнұрға салса, бұл қазанды баяғыда-ақ далаға лақтырып тастар еді. Енесінің көзі тірі. Анда-санда осы үйге қыдырып келгенде тыныш отырмайды. Сол қазанды іздеп отырады. Іздегені де қызық. Беу, мына бір жылтыраған ыдыстарының түбі күйіп кетпей ме? Ана, баяғы қазан қайда? Мен берген. Сонымен лып еткізіп пысыра салмайсың ба десе, енді бірде қазанға піспегеннен кейін мынаның дәмі бір түрлі татитын сияқты ма маған? Ертең сол қазанға өзім сендерге әдемілеп палау жасап берейінші. Қайда тұр қане? Көрсетші, шкафтың қай жерінде? Деп бір қояды. Мына жақта тұр апа, міне, деп Бейнұр қазан тұрған жерді көрсетеді. Мына жылтыраған ыдыс осы заманның плиткасына сай. Өзіміздің осыған үйреніп те қалған соң, бауырсақты да осыған пісірамыз. Қайта қазаннан гөрі осы ыдысқа тез пісатын сияқты ма деп түсіндіргендей болды Бейнұр енесіне. Енесі енді келіннің неге екенін белгісіз, қазанды тастап қоймасын деме қолпаштай сөйлейді. Бейнұр-ау, айналайын, есің бар ғой. Ана үлкен келінге үлкен қазанды, ал сендерге шаңырақтың иесі деп көкемнің көзіндей атасын айтқаны. Осы қазанды әдейі бөліп берген едім. Рас, замандарың да бәрі басқа болып жатыр. Сөйтсе де күнім, бұл қазанды сыртқа лақтырып тастап жүрме, ескертіп қояйын. Ырысы бар қазан. Тіпті пайдаланбасаң да үйіңде тұрсын. Анда-санда бауырсақ пісіріп қой. Іші қоңылтықсымасын. Тегінде менің де естігенім әрі көргенім бар. Айран пісетін күбімен ас пісіретін қазан жарықтық қаңсып бос тұрып қалмауы керек. Қазанда ырыс пен несібе тұрады дейді. Көп пайдаланбай бос тұрып қалса, шайтан ыдыстың ішіне әбден түкіріп білгенін істейді екенде, ырыс пен несібе шошып басқа жаққа ұшып кетеді дейді екен. Бұрынғылар олардың айтқандарының бәрі рас. Осы қазанды көкем атасын айтқаны. Мен келін болып енді түскен кезімде Бұхараға барған маған әдейі сыйға келіп, үрім бұтағың өсіп өнсін, ырыс берекең тасысын, жамандық көрме, жақсылық көр деп батасын беріп, алдымен бұған сүт пісіртіп, одан өзі дәм татып ішкені әлі күнге дейін көз алдымда. Көкем одан кейін осы қазанды қалай сатып алғаны жайлы айтып берді. Кетіп бара жатсам, бір үйдің көлеңкесінде тәжік пе, өзбек пе, бір қаба сақалды қарт мына қазанды алған адамның келіні ұл туады. Отбасында ырыс несібесі мол болып, жетатасына дейін еркін жетеді. Өйткені қазан сондай ырыммен 7 түрлі қоспадан, шойын, темір, мыс, жез, алюмин, бір мысқыл күміс пен алтынның күлінен құйылған. Алған адам еш қашан өкінбейді. Жетатаға мұра болар құт қазан. Алғаныңа өкінбейсің деп отыр екен. Мына сөзді естіген соң қалай сатып алмасқа? Бұрылып барып, әлгі қарттан ақсырғам ұл туар ма екен деп ырымдап сатып алдым. Жаңағы қарт тегін адам емес екен. Алдың, енді жөніңе кете бер деген жоқ. Тоқтатып тұрып, алақанымды жайғызып бар ықыласымен көл көсір батасын берді де, бұл менің өз қолыммен жасаған жанағы 7 қоспаны балқытып құйған соңғы қазаным және қазынам.
Кәсібімді үйренгендер көп ақша төлейді, сауытқа кетіп қалды. 70 жылдан астам атадан балаға мұра болып келе жатқан шеберханамды, оған жалғанып тұрған үйімді, қора-қопсымды үкімет тартып алып бұзбақшы. Орнына құс фермасы салынады дейді. Соңғы қазынам болған соң ба, іштен шыққан балам сияқты, деп кемсеңдеді ақсақал. Мен тағы да қалтама қолымды салып, қартқа ақша берейін деп едім, ол алмады. Өз бағасынан да артық бердің, енді ол болмайды, деді. Жақсы ырым қылып ақсырғама әкелдім. Құдай қарттың айтқаны келсін дегенде көкем, қалай осы қазанды пайдаландық, солай Есболсынның көкесі басқарма бастығы болды. Құдай несін айтасын, күнде үйде мал сойылады, күнде қонақ. Бұл қазан ба, енемнің бір қойдың еті түгел сыйып кететін қазаны болған. Ол да жер ошақтан түспейді. Малдың басы да өсті, жаман болған жоқпыз. Қос-қостан 10 литрлік самауырын селкілдеп ол қайнап тұрады. Колхоздың бастықтары, ауданнан келген уәкілдер біздің үйді босатпайтын. Мен де шаршамайтынмын. Есболсынның папасы да шаршамайды. Қонақжай, мейманжай болдық. Көкем әйтеуір маған риза болатын. Ақсырғашым, біздің кемпірдің енесін айтқаны. Топырағынан жаратылған, қолы кең, қабағы ашық. Содан соң бұл үйден қонақ кетпейді, айналайын. Осыныңнан танба. Әр қонақтың өз несібесі бар, дейтін көкем. Әр келген сайын. Қонақтар келіп қалады ма екен деп, сексеуілдің шоғын өшірмеймін. Күлге көміп қоямын. Күз, көктем кезінде пештің тамызығын дайындап, отынды құрғатып қоямын. Ұнды қаптап әкеліп қоямыз сарайға. Жер ошақтан от босамайды. Мен де жаспын ғой, шаршамаймын. Сол жылы аяғым ауыр еді. Есболсынның ағасы Көкболсын келді дүниеге. Той да той, әйтеуір бәрі жақсы болып жатты. Алғашқыда 3 бұзаулы сиыр көбейіп, 5 бұзаулы болды. Оның сүтін пысырып, айран ұйытып, құрт жасау бәріне үлгеремін ғой. Ашытқы мен бауырсақты да осы қазанға ыстықтай пісіре саламын. Келген адамның бәрі риза. Ауданда бір уәкілдердің ішінен кәрі сұлтынан біреу біздің ауылға 1 айға командировкаға келген екен. Өзі бойы аласа, өте арық кісі. Көзінде көзілдірік. Бастықтар ойыншыны аралас әзілдеп айтыпты оған. Басқарма бастығы Майлыбаев Бекбосынның үйіне жат. Әйелі ақсырға сені 1 айда семіртіп шығарады деп. Айтқанындай, сол кәріс уәкіл біздің үйде әппақ болып семіріп, қарны шығып, кетерінде маған риза болған шығар. Сен, мынау әйел деп бас бармағын көрсетіп кетті. Осыларды қазір ойлап отырсам, өзіме өзім сенбеймін. Тыңдап отырған сенбейсің ғой, деді енесі Бейнұрға қарап. Жоқ апа, о не дегеніңіз? Мен сенемін сізге. Сіз туралы көп жақсы әңгімелер естігенмін. Сіз басқарманың жұбайы болғансыз. Көрікті болыпсыз. Есболсынмен бірге оқыған сыныптас бір қыз бар ғой? Ауылда мектепте мұғалім. Жанерке. Сол айтқан маған. Сенің енең жас күніңден білеміз. Ол кісі түске дейін бір көйлек, түстен кейін бір көйлек киетін керім кісі болған деп. Жанерке айтты ма? Көрші болдық қой. Өйтпегенде ше. Келімді кетімді кісі көп. Таңертең кешке сиыр сауырда бір көйлек киемін, етегі топыраққа тиіп бүлінеді ғой айналайын. Ауылдағылар соны айтады да. Күн үсіп кетеді, онда жұқа көйлек кием. Қолымызда машина, сыр еткізіп тіге саламын. Тауарды өздері әптелепкеге әкеліп береді ол кезде. Таңдағанымды аламын. Сіз көрпелерге де ақ матадан тіс тігеді екенсіз ғой апа. Ол кезде ауылдағылар ондай тіспен көрпелерін қаптамайды ғой. Неге өйтпеймін? Басқарманың үйі болған соң, қонған адам жиіркенбесін деймін. Колхоз бастықтары келеді шіренген. Бір қонып кеткен соң жуып, ертесінде басқа тіс қаптап қоямын. Сол келгенде енесі Бейнұрға осылай бір шешіліп сөйлеген.
өзі берген қазанға ертесі әдемі, дәмі ауыздан кетпейтін палау пісті.